Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, салат жапырағы, бөдене жұмыртқасы, пекин орам жапырағы және цезарь салатына арналған арнайы майонез дәмдеуіш қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай булочка тәріздес нанды осылай мен майдалап турап сковородкаға екі шетінен қызарғанша қуырып аламын. Дүкеннен алынған сухарилерден көрі осындай қолдан жасаған салатта дәмдірек болады. Бөдене жұмыртқасының орнына тауық жұмыртқасын пайдалансаңыздар да болады. Мен етеп бар затпен жасадым осылай. Негізі цезарь салатына тауықтың етін де қосып жатады. Тауықтың етін қоспаса да дәмі ешқандай өзгеріссіз әдемі цезарь салат шығады. Пекин орам жапырағын алып, ортасындағы қаттылау жерін кесіп алып тастаймыз. Жан-жағында жұмсақ жерлерін осы видеода көрсетілгендей ауызға сиятын көлемде турап аламыз. Орам жапырағымыз дайын. Енді салат жапырақтарын да осындай көлемде, өзіңізге ұнаған көлемде кессеңіз де болады. Турап ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте қызанақтың артық жерлерін алып, ауызға сиятындай көлемде видеода көрсетілгендей турап дайындап аламыз. Ендігі кезекте бөдене жұмыртқасы. Бұл жерде менде 15 данадай. Бұның барлығын салат ішіне қоспаймыз. Жартысын салатпен бірге араластырып, жартысын бетін әрлегенге бөлек қойып қоямыз. Салатқа қажетті заттардың бәрін турап дайындап алғаннан кейін тұзын салып, арнайы цезарь дәмдеу үшін қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін тарелкамызға осылай бөліп салып аламыз. Және біз жаңа алып қалған бөдене жұмыртқасымен қолдан жасалған сухарийімізбен осылай бетін әрлеп қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналым қызық болса, маған подписаться нүктесін басып, колокольчик нүктесін басып, комментарий мен лайкпен қолдап кетіңіздер. Соңына дейін менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын.